Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағы 4-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 124-ші сабағымыздың тақырыбы шылау деп аталады. Ел ордасы елімнің. Бүгінгі сабақта мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтауды, сонымен қатар шылау туралы түсінікті алатын боламыз. 19-ші жаттығуда мәтін берілген, мәтінді рөлмен оқы. Қызмет бабымен Нұрсұлтанға барып қайтқан көкесі Шыңғысқа әдемі жиде алып келді. Түсі ақ, шолақ жең жиденің өңіріне әйгілі мультфильмдегі көңілді Карлсонның суреті салынған. Арқасында желдеткіші бар Карлсонның екі езуі екі құлағында. Қолын бұлғап қойып ұшып бара жатыр. Мен де солай ұша алсам ғой деп армандады Шыңғыс. Осы ой маза бермеген, ол ақыры теледидар қарап отырған әкесіне қыңқылдай бастады. Көке деймін, сізге бірдеңе айтайын ба? Ал айта ғой балам. Менің арқама Карлсондікіндей желдеткіш қондырып беріңізші. Оны не қылмақсың балам? Апам дүкенге жұмсағанда ұшып барып келемін. Сонан соң жұмысыңызға түскі ас апарып беремін. Сонан соң ата мен әжем ауырып қалғанда ұшып барып лезде дәрі алып келемін. Ұлының қиялына сүйсінген әкесі үлкенді сыйласаң, өскенде кем болмайсың, мұның дұрыс әрекет деп баласының арқасынан қақты. Бұл мәтін Балдырған журналынан алынған. Енді оқушылар осы мәтінге қатысты тапсырмаларды орындаймыз. Мәтін кім немесе не туралы дейді. Бірінші нұсқасы көкесі мен баласы туралы. Екінші нұсқасы кішкентай Карлсон туралы. Үшінші нұсқасы баланың қиялы туралы. Карлсон сияқты ұша алсам ғой деп ойлайды. Сондықтан да мәтін баланың қиялы туралы. Келесі тапсырма: мәтіннен негізгі ой берілген бөлікті тауып, мәтінге ат қой. Мәтіндегі негізгі ой берілген бөлігі: үлкенді сыйласаң, өскенде кем болмайсың, мұның дұрыс әрекет деген көкесінің сөзі. Яғни мәтіннің негізгі ойы осы тұста айтылған. Енді мәтінге ат қой дейді. Мәтінге бала Шыңғыстың қиялы деп атасақ болады. Себебі мәтіндегі баланы аты Шыңғыс, сондықтан да бала Шыңғыстың қиялы деп ат қоюға болады. Келесі 20-шы жаттығуда сөйлемдерді көшіріп жаз. Берілген сөйлемді дәптерімізге әдемілеп көшіріп жазамыз. Мен де осылай ұша алсам ғой. Леп белгісі. Көке, үтір. Сізге бірдеңе айтайын ба? Сұрақ белгісі. Яғни оқушылар берілген тыныс белгілерімен бірге сөйлемді әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз. Енді осы сөйлемдегі қарамен берілген сөздерге назар аудар дейді. Жеке тұрғанда мағынасы бар жоғын айтып көрім. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге де, ғой, ба деген сөздер, бұлар жеке тұрғанда ешқандай мағыналары жоқ, яғни ешқандай мағына бермейді. Демек, мына ережені міндетті түрде есімізде сақтаймыз. Өз алдына толық мағынасы жоқ сөздерді шылау дейді. Шылаулар мен, бен, және да, де, та, те, маме, бабе, папе, дейін, шейін, қана, ғана, қой, үшін, туралы, ақ деген сөздер жатады. Осылар шылауға жатады. Енді осы ережені міндетті түрде есімізде сақтап аламыз. Себебі шылау өз алдына тұрғанда толық мағынасы жоқ сөздер болады. Келесі 21-ші жаттығуда өлең берілген, өлеңді жатқа жазамыз. Тақырыбы барлығы Қазақстаным деп аталады. Сүйкімді маған құмыңда, сонау бір қарлы биікте. Жотада жүрген құлында, жапанда жүрген киікте. Тау шыңы, теңіз айдыны, қырларың әнші құстарың. Бақытым менің барлығы Қазақстаным. Бұл өлеңнің авторы Сағи Жиенбаев. Енді оқушылар осы өлеңді жаттап алып, өлеңді жатқа жазамыз. Келесі тапсырмаларды орындаймыз. Шылаулардың астынсыз, олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын айт. Өлеңдегі шылауларға да, те деген шылаулар жатады. Өлеңдегі да, те жеке тұрғанда мағына білдіре ала ма дейді. Бұлар жеке тұрғанда мағынасы болмайды, ал сөйлем ішінде ыңғайласы қатынасты білдіріп тұр. Яғни құмыңда, биікте, құлында, киікте, яғни ыңғайласы қатынасты білдіріп тұр. Келесі 22-ші жаттығуда мәтелдің қатесін түзеп жаз. Бірлігі жоқ ел озады, бірлігі күшті ел тозады. Яғни бұл мақал қате жазылған, оның дұрыс нұсқасы: бірлігі жоқ ел тозады, бірлігі күшті ел озады. Енді осы берілген мақалдың ішінен шылауларды тап, олардың сөйлемде қандай қызмет атқарып тұрғанын анықта дейді. Берілген мақалдың ішінде ешқандай шылау жоқ.
Келесі 23-ші жаттығуда кестені толтырып сөз таптарын салыстыр дейді. Бірінші бағанда сын есімді жазамыз, екінші бағанға үстеуді, үшінші бағанға шылауды, төртінші бағанға етістікті жазамыз. Сын есімге қандай деген сұраққа жауап беретін сөздерге әдемі, сұлу, таза деген сөздерді жазамыз. Келесі үстеуге қашан, қалай деген сұраққа жауап беретін сөздерді жазамыз. Оған кешке, жоғары, қазақша деген сөздер жатады. Келесі шылауға, яғни ешқандай мағына бермейді, оларға тек қана да, де, та, те, мен, пен деген сөздерді жазып шығамыз. Төртінші бағанда етістікке не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздер жатады. Оған жүгіреді, жазады, оқиды, яғни не істейді? Жүгіреді, не істейді? Жазады, не істейді? Оқиды. Енді бұл сөз таптарын өзара салыстыратын болсақ, сын есім тек қана заттың сынын білдіреді, ал үстеу іс-әрекеттің мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіреді. Шылаудың сөйлемде білдіретін мағынасы жоқ, ол тек сөз бен сөздің, сөйлем мен сөйлемнің арасын байланыстырып қосымша мән үстеп тұрады. Ал етістік болса, заттың қимылын білдіреді. Бұл жерде біз сөз таптарын салыстырғанда сын есім, үстеу, етістік сөз таптарына жатады. Яғни олар белгілі бір сұраққа жауап беріп, заттың сынын, қимылын, іс-әрекетін, мезгілін, мекенін білдіреді. Ал шылау болса, ешқандай мағынасы жоқ, тек қана сөз бен сөзді ғана байланыстырып тұрады. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. 24-ші жаттығуда қанатты сөзді жатқа жаз. Отан үшін отқа түс, күймейсің. Осы қанатты сөзді дәптерімізге әдемілеп жазып аламыз. Яғни осы қанатты сөздің ішінен шылауды тап дейді. Оның қандай мағына беретінін түсіндір. Үшін деген сөз шылауға жатады, отан үшін. Бұл шылау сөз бен сөзді байланыстырып, мақсаттың мәнін үстеп тұр. Келесі 25-ші жаттығуда туралы, дейін, шейін шылауларымен сөйлем құрап айт. Яғни туралы дегенге бөлек сөйлем, дейін дегенге бөлек сөйлем, шейін деген шылауға бөлек сөйлем құраймыз. Бүгінгі сабақта ана туралы мәтін оқыдық. Достарыммен кешке дейін ойнадым. Мен мектепте түске шейін оқимын. Ал енді оқушылар, бүгінге берілген сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.